Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше өзбек халқының тамағы хамир хасибті дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің рецептім бойынша жасап көрсеңіздер болады. Және де менің арнама тіркеліп, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тестаға 1 стакан суға 2 шай қасық тұзды саламыз. Оған 1 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнды електен өткізіп, қамыр егетін боламыз. Барлық заттардың мөлшерін описание бөлімінен көре аласыздар. Қамырды елеп болғаннан кейін қамырымызды тынықтырып қоямыз. Енді бізге начинкасына фарш қажет. Фаршқа сарымсағымызды сақтап турап саламыз. Оған күрішті саламыз. Керегінше тұз және қара бұрыш. Бәрін қосып, жақсылап араластырамыз. Осындай начинка бізде дайын болды. Енді біз қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды үлкен болғандықтан 2-ге бөліп алуға болады. 2 бөлікке бөліп, 1 бөлігін тынықтырып қоямыз да, 1 бөлігін жаямыз. Қамырымызға ұн қосып, әдемілеп жаюға болады. Қамырымыз дайын болды. Міне осындай жұқалықта болады. Енді бұны бірдей бөлшектерге кесетін боламыз. Дәл видеодағындай етіп кесіп алсаңыздар болады. Енді осыған бір бұрышына жаңағы начинкамызды салатын боламыз. Начинкамызды салып, бір бұрышынан бастап, 2 бұрышын қосамыз да шиыршықтап дайындаймыз. Дәмі өте ерекше болып шығады. Осылай
өте тез дайындалатын тағам. Енді біз мантаварканы майлап алып, соған тізіп дайындап аламыз. Тағы екінші бөлігін алып, оны да жайып дайындап аламыз. Енді осы дәл видеодағындай кессеңіздер де болады. Төрт бұрыш қылып кесіп алып, бәрін жайып шығып, үстіне начинкасын салып, жаңағындай бұрмаларға келтіреміз. Алдымен бір бұрышын, одан кейін екі жағын қосып, орайтын боламыз. Міне бізде дайын болды. Осындай ерекше болып шығады. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет.